Шахта керек. Аяқта кеткені. Просто әшейін. Сосын кибермесекші. Жұлдыза. До конца хорошо? Давай. Сыра кетті. Давай. Tamam, şişindi. Ayak kiyim normal mi? Şişmişsin. Evet. Kalay. Şişmeyeyim mi? Evet, bunlar mı kalay? Çıkıyor! Качествосын тексеребен қайдайда? Бүйтіп жүр ғой мына кісі. Атыңыз кім? Лилия. Сіз Раисасыз, иә? Лилия! Төрт-ақ адам. Бітті ма әші? Раиса! Тағы көрек, Лилия! Раиса! Екеуі төбелестіре саламай ма? Раиса жүр, Раиса, молодец. Все, Раиса, финалда төбелесесің. Әкеңіз. Тағы жамыз. Қандай? Давай, до конца, да? Теперь! Гүлжайна! Аға! Гүлжайна! Вообще сендер семья атауларыңызбен танымайды ешкім? Это опять же доказывает, что бізде Қазақстанда әділдік жоқ. Вот. Дұрыс, ертең үшеуміз акиматқа барып заявление жазамыз. Керек емес мектебі. Керек емес. Бүйткен тойдан керек емес. Зато көлем качественный. Алма. Как дихлофос сүйіп тайма. Давай. Кеттік ал. Ойбай. До конца, хорошо? Рахмет. Ана, күйеу қайда мына кісі, күйеу. Братан, сен бүгін чемпион керек білесің, братан. Чемпион! Сен тоқсанға қойын. Тоқсанға дық. Мен сіз етпесеңші аға. Мен ақсыға ризалауым әшейін бір орында тұрып дық. Саса бүкіл. Сіз айналып жүрсіз. Қатты үміт күттім сен, Раиса. Подвели. Сондай, дұрыс. Аға, жасыңыз 27 ма? 27. Сәл ұялсаңшы. Так, аға! Она конкретно против тебя. Раиса! Аға! Раиса! Так, балаша, кеңдер, балалар, кеңдер. Понедельник, вторник, среда, кеңдер. Срочно шешіп тастау керек. Шешілді. Так, екінші орынға. Ножки берейін бе? Так. Екінші орынға, давай, шайнек берейін. Бірінші орынға, сұйық май, ровно не.
Demek kırış. Sosun bu. Kim desin екінші орын? Екінші орын? Райса. Райса екінші орын ба? Сен не деп отырсың? Өзім деді ғой. Ана қатыр ғой. Сен аферист болып барасың сен. Бишім бар, соны нерім отыр. Өзім деді ғой. Сен өзіңді айттың ба болды? Не дедің? Не деді сосын? Райса ма екінші орын? Аға. Немене? Екінші. Bitme. Бірде-бір күйеу бала сенің ақиқатын айт. Кімді айтайын? Сен екінші орын айт. Райса. Екінші орын Райса, я? 2-1. Семьяның бәрі қатарып сұлады нексі. 2-1 болады. Ермади аға. Немене? Бірінші орын. Қаяқтан екінші орын дейді. Не істеп отқан? Екінші орын. Райса ма? Райса ренжіме. Бүгін чемпионмен ұйықтамайтын болды. Райса кеш, мен саған рожки беремін. Рожки беремін. Ау? Кетеді осы. Не берейін саған? Сұйықтар берейін ба? Ау? Сыйлық кетеді. Болды. Жоқ, бет шына, күйеуіңе берші мынаны. Мынаны жесінші мә, братан, саған. Мынаны. Қалай? Макарон жемейді. Күріш жесінші мә. Күріш жесін. Қаршы? Тоқтамай жесінші анамына. Все, ойынның чемпионы Ермадияға шапалақ! Все, шапал соқпайыз, Ермадияға! Наушым сізге. Тағы бір ойын бар, сол кезде шай бар. Шай бар, 2 килограмм картошка бар. Ойыңызды қазір, ау, пияз жоқ па? Пияз аламын саған айтамын. Пияз жоқ па деп айтшы. Ағамызға шапал соқпаймыздар! Аға, жеңем деген сезім болды ма? Болған жоқ. Осындай күнге дейін қалай жеттіңіз аға? Бөлексі, бол. Шапал соқпайыңыз, ағамызға қошемет ұрайық. Семьясын асырап жүрген жігіт болғаш. Атяң қайда айтпақшы? Ержан аға, олармасыз ба? Неге осы именно ана столы келген сайын бетіңіз қызарып көреді өзіңізші? Айтпақшы, мама қайда? Мамаша қайда? Мына кісі деген. Кезіңші. Так, бір сұрақ қойып, біздің папаңның тойы қалай өтіп жатыр? Жеңгеміздің жайған дастарханы қалай? Айтпақшы, кеш братан, мен қасым еш, мысалы мынандай бір сұрақ қойшы. Бір рет болсын, мамаңды білемін, папаңды бір рет болсын құшақтап, бетінен сүйіп, папам осындай күнге жеткізген рахмет деп бетінен сүйіп. Алғыс айтқан кезің болды ма? Болды. Өтіргедесің сен. Сен вообще сүйіспеген адам болсың ба сен? Бүкіл елге проблемасы сол ғой. Мысалы менің өзім гастрольден келемін ғой, сол кезде папаңды құшақтай қояйын десем, папа да қызым кеше ішіп аласың дейді мысалы. Не әңгіме? Қайда мамаға рахмет оқиын дейсіз ғой деп қалып қалдым. Жеңгеңіз кеш болды. Екеуі вообще күшті оразаға дейін, оразадан кейін болып тұр. Папаңды бір құшақтап, бетінен сүйіп, қатты бауырыңа баш. Қазақта жақсы сөз бар. Ата-ананың тірелесіне тауық сойып бере алмасаң, өлгеннен кейін жол сойып қажет жоқ. Дайсың ба? Стоп! Ана жерде кім туған күні отыр жерде? Ана кісі ауылдың әкімі не? Ажанар. Тануда? То есть машалла. Болды ма? Кеттік ал. Айтпақшы, аналардың табанының астында не бар? Жәннаттың? Кілті бар. Жәннаттың айғайламасы жоқ.
ертең мына кісі ұйықтап кезде құлағы спальныйына кіріп кілтті іздеп жатпам бірақ айтпай жаңағы келін бар ғой жаңағы әсемгүл қолыңызда тұра ма? Қолымда тұрады. Бөлек шықпай ма? Жоқ. Бөлек шықпайды иә? Соны сұрап берсінші деген бар. Жарайды кел. Әсемгүл, не получился, короче? Кел де қалды. Мамаларының табанының астында жәннаттың кілті бар. Дұрыс қой, мамаларының табанының астында жәннаттың кілті бар. Әкелерінің табанының астында не бар? Максимум жабысқан сағасы бар болса, мысалы деп отыр. Маманы бір құшақтап, бетінен сүйіп, ерінбей осы жерлеп тұрып аяғына сүйген күшті бүйтіп қалады. Дайсың ба? Оп. Жүре! Жүре қайда? Айтпақшы келінге сәлем саламасыз ке? Қой күшті. Кеш болтам. Иығын арман ма? Қиық деп атпасын келін. Сосын шы, апасы келін сәлем салатқанда шы, бетіне қарап күле бермесеңізші. Сіз бетіне күлген сайын бойыңызға шығып аласың. Тем более сіз бойыңызға шығып оңай келіп қойшы, аяғын көтере саласың. Сәлем салып, риза қылып қойшы ағасы. Мен құрметті ағайындар, сіздер о не десеңіз, о деңіздер. Мына келінменен осы әулеттің күйеу баласына мен жаман қатты ризамын құрметті ағайын. Ренжімеңіздер, мен жүрген жерімде бар ғой, білем ғой кім екен. Мына күйеу бала мен келінге ерекше шапалақтайыншы. Шын. Қыз, сендер так әкем мен бабам мамасы бар, келін мен күйеу бала ше. Айт дегенді айттым. Кел. Сәлем салшы. Сіздің бар ғой, алмайтсыздар ше. 30 жыл еді, тұрғызшы, айтамыз ғой. Келсін ғой, сіз сәлем салатқанда, ой, мен кім екен? Үй деп білмей ғана мысал отырмыз. Кеттік ал. Сосын маңдайынан сүйіп, ішінен бір тебесіз. Енді енеңе сәлем салмақсың ғой, енді атаңды риза болып 4 рет отжимание істеп. Жалпы, құрметті қонақтар, осы әулеттің бала шағаларына ерекше шапалақ ұрайыншы. Папамыз бен мамамызға ерекше бала шағасына тек қана айқай-шу! Ризасыз ба? Риза. Конечно, ризасыз. Мынандай бала шаға, мынандай ұлдар, мынандай күйеу ұлдар жақсы емес пе? Енді құрметті қонақтар, мен тойымыздың төріне мен ортаға бір қандай ансамбль